Қазақ Продакшн ұсынады. бір мың 941 жыл 22 маусым таңғы сағат 4 шамасы. Жиырма үшінші маусым. Назарларыңызда Иосиф Виссарионович Сталин. Құрметті СССР тұрғындары, кеше таңғы сағат 4 шамасында неміс әскері шекарамыздан басып кірді. Мен Ұлы Отан соғысының басталғанын жариялаймын. Сталиннің осы сөзінен кейін республикадағы соғысуға жарамды адамдар әскерге алына бастады. Соғысқа кеткендерден бөлек тылда еңбек қатты болды. Әжелеріміз әскерилерге киім тоқумен айналысты. Аталарымыз оқ өндірумен, техника, қару-жарақ, бидай ору сынды жұмыстармен айналысты. Соғыста шығарылған 10 оқтың 9-ы Қазақстаннан шықты. Батыс шекарадағы әскерилер өз еңбектерін ерлікпен атқарып қаза болды. Неміс әскері бұндай қарқынмен жүре беретін болса, Мәскеуге жетулері оңай болып кетеді. Менің бала күнгі арманым қазағымды қорғау және қазағыма қызмет ету еді. Сәті келді. Мен, маған кел. Көп болады. Тезірек бітірейік. Қазір болып қалдым. Кешегі оқиғаны көрдің бе? Бауыржан Момышұлы ана сержантты сатқын деп аттырта салды. Бұл біздің қанды көйлек жолдасымыз еді. Ал қазір сатқын. Сатқынның жазасы өлім. Атыңдар! Оның жағдайы біздің де басымызға келмесін. Тезірек бітіргеніміз дұрыс. Иә, дұрыс айтасың. Ендеше бол енді. Ауысамыз, граната лақтырамын. Осы бір сәтте басқа роталарды соғыс қызып жатты. Балалар жандарынан айырылып жатса.
аналары балаларынан айырылды. Жолдас Комбат, кіруге бола ма? Кіріңіз. Жолдас Комбат, менің сізге сұрағым бар еді. Өз жерлесіңізді атқан кезде аяушылық сезімі болды ма? Болды ма деймісің? Бала күнімде әкем екеуміз шөлге шыққан едік. Тек бір ғана түйемен шығып кетіп едік. Мені бір кезде өрмекші шағып алды. Әкем не істерін білмеді. Ал мен болсам, өз денемдегі етті кесе салдым. Бұл жердегі жауынгерлер менің балаларым секілді. Бір баламды өлтіріп, 100 баламды аман алып қалғаным артық. Балаларым сатқындықтың қандай екенін жүректеріне қанмен жазып алса деймін.